Сәлем достар, бүгінгі тақырып баладағы күйзеліс. Балада күйзеліс не себепті, не үшін, қалай орын алуы мүмкін, сол тақырып бойынша әңгімелесетін боламыз. Күйзеліс, білеміз, орысша истерика деп айтамыз. Балада әртүрлі жағдайларда бұл орын алуы мүмкін. Мысалы, кішкентай балаларда, бір жарым жастағы балаларда, бір жарым 2 жасқа дейінгі балаларда анасының махаббаты жетіспегендіктен болуы мүмкін. Яғни ол бір нәрсені істегісі келген кезде бір жарым жаста бала әлемді зерттей бастайды. Көп нәрсені көргісі келе бастайды, бұрын істеп көрмеген нәрсесін істегісі келе бастайды. Бір жарым жастан 2 жасқа дейін бала әр нәрсеге мініп, өрмелеп, жүгіріп, ары қарай әлемді зерттеуін жалғастыра бастайды. Сол кезде ол мысалы бірдеңені істеймін деген кезде ата-анасынан көп шектеу бола берсе, онда балада күйзеліс болуы мүмкін. Болмаса қолына алып қойған бір затты қолынан жұлып алсақ деген секілді, сол кезде балада осындай күйзелістер болуы мүмкін. Яғни бала қатты оған ренжуі, өкпелеуі, қатты шыңғырып жылауы мүмкін. Осы кезде біз оның қолындағы мысалы бір зат тұрса, оны алдап сулап алып қоюды үйренуіміз керек. Болмаса бір қатты ұстауға болмайтын затты енді былай бүйтіп алып қойып тез нетіп жатамыз ғой. Бірақ соны болмайды, бұны алып салуға болмайды, бұлай істеуге болмайды деп оған жайлап түсіндіруіміз керек. Не үшін, не себепті екен, бұл саған зиянды деп. Біз баланы түсінбейді деп ойлаймыз, бірақ бала іште жатқан кезде ақ бәрін түсініп біліп жатады. Сол себепті де балаға жай түсіндіріп айта білу өте маңызы зор. Болмайды, бұл саған зиянды, бұны істесең мынандай болып қалуы мүмкін деген секілді түсіндіріп жайлап айтуымыз керек. Осылай біз баладағы истерика дейміз ғой, күйзелісті, стрессті кішкене босатуымызға болады. Сосын баланы әрдайым қолдауымыз керек. Осы бір жарымнан 2 жасқа дейін бала бізден өте қатты қолдау күтеді. Бір нәрсені істей алмай қалса, сіздің қолыңыздан тартып істеткісі келіп, сізбен бірге барғысы келіп, сол жерге сіздің қолыңыздан ұстап, осыған көтерілем, бірдеңеге мысалы көтерілгісі, текпешектен көтерілгісі келсе, немесе үстелге көтерілгісі келсе, онда ол сіздің көмегіңізге мұқтаж болады. Сіздің көмегіңізді сұрайды, сіздің қолыңыздан тартып әр жаққа жетелейді. Осы кезде біз оған көмектесе білуіміз керек. Біз оған өзіміздің қолдауымызды, өзіміздің жанашырлығымызды көрсете білуіміз қажет. Сол арқылы сіз балаға өзіңіздің қолдауыңызды көрсету арқылы баланың кішкене өзін өзі бағалауын арттырасыз. Мен де анама керек екем, анам маған көмектесіп жатыр ғой деген балада ой сана сезім қалыптасады. Сосын оның әрбір істеген жетістігі, мысалы бірдеңемен ойнап отқан кезде бірдеңені әдемілеп істеп қойса, болмаса бір ойын түрлерін үйреткіңіз келген кезде, мысалы мелкая моториканы дамыту үшін ойын түрлері көп. Менің өткен видеоларымда ол көрсеңіздер болады, қалай ойнату керектігін. Астына ссылкасын қалдырып кетем, сол ссылканы басып көрсеңіздер болады, таба алмасаңыздар. Сондай мысалы ойын түрлерін үйреткен кезде, мысалы сондай ойын түрлерін, мысалы қарындашты алып сурет салған кезде бір сызық сызса да, болмаса бір дөңгелекшелерді алып бір ыдыстан бір ыдысқа салған кезде де молодец, жарайсың, күштісің сен, осында істедің ба деген секілді бір қол шапалақтап, осылай кішкене қолдау білдірсеңіз, ол да мақтанып, қуанып, менің ата-анам мені қолдайды екен ғой деген адамда, балада үміт, сенім пайда болады. Ал осындай кішкентай кезінен бастап өз-өзіне сенімділігі артқан бала, болашақта да өз-өзіне сенімді, айналамен қарым-қатынасы дұрыс, жақсы психологиялық тұрғыдан жақсы бала болып қалыптасады екен. Барлығы себеп кішкентай кезден бастап қалыптаса бастайды. Ал мысалы, егер үлкендердің арасында ұрыс айғай көп болып, болмаса ата-аналары жеткілікті дәрежеде көңіл бөлмесе, онда балада да күйзеліс деген дүниелер өте көп пайда болады екен. Яғни мен ата-анама керек емеспін ғой, маған көңіл бөлмейді ғой деген секілді ойлар пайда бола бастайды. Сол себепті де осындай ойларға жеткіздірмес үшін балаға өзіне сай
сабақтар дейміз ғой, сабақтар тізбегі болғанда енді бір нәрсені алып бір нәрсеге салу, сурет салу, бір нәрсені жазу, ручканы ұстаған өзі, қыстырғышты қыстырған өзі, осындай кішігірім нәрселерді істете білуіміз керек. Яғни бала істей алатын заттарды істете білуіміз керек. Баланың осындай жай күйіне көңіл бөле білсек, оны сондай бір күйзелістерден, сондай бір стресске түсе беруден, көп жылай беруден біз оны құтқарады екенбіз. Одан кейінгі этаптарда 2-3 жасында әлемді тану, әлемді білу басталады. Ол кезде де қатты эмоционалды болады бала. Яғни өзін істегісі келген нәрсені істемей қойсаңыз, яки жеткілікті дәрежеде тағы да көңіл бөлмей қойсаңыз, болмаса бір нәрсені қалауын орындамай қойсаңыз, бала қатты эмоция шығаруы мүмкін. Бала тіпті сізді келіп 3 жастан асқанда, осы 3 жаста 4 жасқа таман бала сізді осындай бір жағдайларды ұнатпаса, сізді ұрып жіберуі мүмкін деген секілді, соғып жүруі мүмкін, сізді құлатып жіберуі мүмкін деген секілді. Ол кезде бала болып, оған қайтарудың қажеті жоқ. Ол баланың шеттен шығуы яки тәрбиесіздігі емес, ол баланың өзіндік сондай ойы. Яғни ол әлі бала әлі бала болғандықтан, әлі жеткілікті дәрежеде өсіп пісіп психологиялық түрде дамымағандықтан, ол іс әрекетінің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін нақтылы ажырата алмайды. Сосын балада эгоизм болады. Енді бала болғаннан кейін ол әлі қай іс әрекетін дұрыс, қай іс әрекетін дұрыс емес болғанын білмегеннен кейін, балада 6 жасқа дейін қатты эго болады. Яғни балада менің айтқаным болу керек, менің дегенім болу керек, мен тамақ ішкім келді, ішкім келу керек, мен мына ойыншықты алғым келді, алғым келу керек, мені ата-анам ренжітті, маған көп шектеу қойды, мен оған қарсыласуым керек, неге менің айтқаным болмай қалды деген секілді ойлар болады. Мен жаңағы не болуым керек, менің дегенім болу керек деген секілді. Себебі психологиялық тұрғыдан ол әлі жетілмеген, әлі тым кішкентай бала болғандықтан, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін ажыратамағандықтан, көп нәрсе өзінің іс әрекетін дұрыс деп бағалайды да, сөйтіп осындай агрессия көрсетуі мүмкін. Ол кезде барынша түсіністікпен қараған дұрыс балаға, оның іс әрекетін өзіне қайталамаған дұрыс. Ондай баланың күйзелісіне, жерге жатып жылабаса, мынаны әпермей қойдың деп жатып жылабаса, тағы да басқа нәрсе қылса, оған жайлап түсіндіріп айтуымызға болады. Мысалы, 3 жасқа таман толған бала кішкене түсіне бастайды, сөзді. Тіпті кішкентай бала 2 жасқа жатқанда да түсіне бастайды. Жайлап түсіндіріміз айтуымыз керек. Мысалы, магазинге кірмей қалдық, дүкенге кірмей қалдық, дүкеннен бір затты әпермей қалдық, бір ойыншықты әпермей қалдық, жейтін затты әпермей қалдық, ақшамыз болмай қалды. Сол кезде менде қазір болмай тұр. Мен саған келесі жолы алып беремін осы затты. Менде қазір жоқ еді балам, келесі жол алып беремін деп бірнеше рет айтуымыз керек. Себебі бала бір айтқаннан түсінбейді. Бірнеше рет миына жеткенше айта беруіміз керек. Келесі жол алып беремін. Ол кезде де қоймаса, онда басқа нәрсеге назарын аударуға тырысуымыз керек. Жүр, үйге тезірек барайық, мен саған мынандай нәрсе пісіріп қойдым, мынандай нәрсе дайындап қойдым, жейтін нәрсе. Жүр, кішкентай ойыншықтар, күшті ойыншықтар мен саған үйде дайындап қойдым, міне мынандай нәрсе. Жүр, біз сенімен қазір серуендеуге барамыз, бір қызық жерге апарамыз сені, жүр кеттік деген секілді алдап арбап сол нәрседен басқа нәрсеге ойын аударуымыз керек болады. Сосын көбіне көп балада күйзеліс, истерика жаңағы қалауларын орындамағанда болып жатады. Яғни балада айттым ғой басында, шектеу болмайды деп. Мысалы, ол бір мультфильмді көрсе, ол азынан кешкен сол мультфильмді көріп отырам дейді. Бір нәрсе, тәтті нәрсені жесе, азынан кешкен соны жеп отыру керек дейді. Болмаса бір жерде серуендеп қалса, паркте ма, бір машинаға мініп па, солда азынан кешкен отыра бергім келеді дейді. Балада шектеу деген сезім болмайды, оны ата-ана шектеу керек. Оны шектеу үшін тағы да осылай алдап сулап басқа нәрсеге назарын аударуға тырысуымыз қажет. Осы жерде бала қатты агрессия көрсетеді. Осы жерде балаға барынша жай сөзбен түсіндіріп айтуға, алдап сулауға тырысуымыз керек. Ал егер бала бірдеңе ұрынып қалса, шалынып қалса, болмаса жағы үйде кішкентайлар болып тіл табыстамай қалса, онда балаға ол кезде де барынша қолдау білдіруіміз керек. Баланы құшақтап, сүйіп, сен жақсысың ғой деген секілді, кішкентаймен заттарын таласып қалса, сен үлкенсің ғой, бере сал деп, жаңағы осылай алдап сулап сөйлесуіміз керек болады.
осындай баланың күйзелістерін осылай баланы осындай күйзелістен құтқаруға болады. Яғни алдап сулап, сөзбен, жайлап түсіндіріп деген секілді. Одан кейін тағы да бала ұйықтайтын кезде қарсыласуы мүмкін. Ата-анасына ұйықтайтын кезде әсіресе ұйықтағысы келмей, ұйқыға тез жатқысы келмей, жат десе жатпай, осы кезде баланы ұйқыға итермелейтін іс-әрекеттер жасауымыз керек. Яғни ертегі айтып беруіміз керек, болмаса жай музыка қойып қоюымыз керек. Болмаса кеш, мен сен қолыңнан ұстап жатайын, мен саған бірдеңе айтып берейін, сен бүгін балабақшада не істедің, сен қандай достарың бар деген секілді әңгімеге тартып, мына жерде не тұр, ана жерде не тұр деп заттарға назарын бұрып, заттарды көрсетіп, осылай анау қандай зат, мынау қандай зат, бүгін мынандай мезгіл ғой, бүгін мынандай күн ғой, қазір мынандай мезгіл, қазір мынандай ай деген секілді осылай сөзге тартып, жайлап осылай өзін адамның ұйқысы келетіндей әңгімелерді айтып, баланы тынышталдырып, осылай әңгімелерді айтсаңыз, бала жайлап өзіндік күйзелісін қойып, жылаған бақырғанын қойып, жайлап ұйқыға жата бастайды екен. Бірақ ұйқыға жатқызамын деп телевизор, болмаса телефон берудің қажеті жоқ. Ол керісінше адам ұйқысын ашып жібереді, ұйқысын бұзуы да мүмкін. Сол себепті де бір суретке толы кітапша болса, соны беріп қойған дұрыс. Егер қолыңыз босамай жатса, екінші баламен жүріп қалсаңыз, тағы да бірдеңке болса, ертегі айтып жатқыздыруға болады. Болмаса жай музыка қойып жатқыздыруға болады. Тіпті радионы қойып қойсаңыз да болады. Мысалы, ертегі айтып қойған радионы, қазір ондай радиолар сатылымда бар шығар, сондай радионы алып қойсаңыз болады. Болмаса аяққа тербетіп, жай сөйлеп, сөйтіп ұйықтатсаңыз болады. Енді оның жолдары әртүрлі. Осылай баланың күйзелісін біз кетіре алады екенбіз. Бала ол әрқашанда бала. Сол себепті баладағы күйзелісті осылай жеңе алады екенбіз. Бала оның үстіне әрдайым осы 6 жасқа дейін ата-ананың қолдауына, мақтауына, былайша айтқанда зар болады. Сол себепті де әрдайым оны қолдап, көтеріп алып, барынша мейірімділігімізді беріп, еркелетуге тырысуымыз керек. Әрине қатты кейде еркелетем деп кейде шеттен шығып кетеді бала, тек қана менмін, тек қана немін деп. Ол кезде жайлап сөзбен түсіндіріп айта білуіміз керек. Ол кезде бала, кейбір балалар болады, мүлдем түсінбей қалады, сөйлесек те, айтсақ та. Ол кезде де барынша шыдамдылық танытып, алдап сулап, осылай көндіреміз. Екіншіде бала ол нәрсені істемеуі мүмкін. Болмаса, сол істеген іс-әрекетін өзіне қайталап істеуімізге де болады. Ол да бір метод. Оны қайталап істесек, ол мысалы қатты жылап тұрса, бірдеңені апер, бірдеңе деп тұрса, болмаса неге қабырғаларға сыртсаса, мына сізде кішігіріп қабырғаға сыртсап, осы енді қабырғаға сыртсағаным үшін маған ұрсады ғой, әкең қазір келіп деп, әкесі сізге келіп ұрсып, осындай случайды көріп қалса, бала оны екінші мәрте қайталамауы да мүмкін. Яки болмаса, анау ұрсады, мынау ұрсады деп осылай алдап, өзге адам ұрсады, бізге болмайды, бұл запрет деген секілді нәрселерді айтып, баланы тынышталдыруыңызға болады. Достар, егер видео пайдалы болса, менің арнама жазылыңыздар. Ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар, видеомен бөлісіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.